Саламатсыздарбы, катышкан катышуучулар, аты жөнү менен жеткениңиздер. Кто будет примастерия? Есть кто-то? Recording in progress. Kızın davasını eskip dur boya. Boldu rasonda bastay veremiz. Bastay veremiz. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті қонақтар, тыңдауға қатысушылар. Бүгін қуаттылығының төрағасы ретінде өзім, Ақтөбе ауылдық округі әкімі Кабинет Марат Әлменұлы. Бүгін қоғам тыңдаудың тақырыбы жауапкершілігі шектеулі серіктестік мұнай экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттарды түзету бойынша ашық жиналыс нысанында қоғам тыңдау. Күн тәртібінде қоғам тыңдаулар жүргізу Қазақстан Республикасы экологиялық, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамызда нөмір 286 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Регламентті бекітуіміз керек. Қысқаша енді баяндамаға 10 минут бөлеміз, сұрақ жауапқа 15 минут. Келісеміз ғой? Кешірерсіздер. Осыны естіп тұр ма екен? Естіп тұр еді. Мына халықты залда көрсетіп жібересіздер ма? Жиналар жүрші. Ақтоға елді мекенінің халқына екен? Иә. Ана, неде қызыл органдардан кімдер бар екен? Департамент экология, СЭС. Оңбайын қатысып отыр. Көп тұрады кімдер? Қайсысы? Оңбайын қатысушылардың ішінде қандай болсын орындар бар екен? Департамент экология мен СЭС-та ескертіп айтасыздар. Сенің досың сіз ма екен? Департаментпен сізді ескертіп айтасыздар. Ескертілді оларға. Сұраға аты жөні кім? Естімей алып бұйыра. Кабинет Марат Әлменұлы. Дауыс берейік ғой. Осы регламент бекітілді. Бүгінгі жиналыстың хатшысын сайлауымыз керек. Бұл жиналыс қоғамдық хатшысы Тұяқ Әділбек. Келісесіздер ме? Жоқ, мекемеде ма? Аты жөні Тұяқ Әділбек Асқаров. Ой болса иә. Хатшы тағайындалды. Әрі қарай қоғам тыңдау регламентіне сай достармен тыңдау өткізейік. Жұртшылық мұнай газ өкілдері 2025-2023 жылдарға арналған мұнай жауапкершілігі шектеулі экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттары бойынша қазтәп жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері баяндап ұсынып отыр. Қатысушылар 2025 есімнің мақсат болады, ұқымат мақсат осы Ақтөбе мекеменің күні сізге баяндаушы болу керек. 2025-2030 жылдарға арналған Z мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар бойынша қоғамдық тыңдау.
Енді экологиялық кодекс бойынша 96 бабы қоғам тыңдаулар туралы өткізу. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғам тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Және де мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары сәйкес өткізіледі. Осы қоғамдық тыңдаулар өткізер алдында алдын ала бұқаралық ақпарат құралдарына толықтай хабарлама берілді. Яғни жергілікті ақпарат құралдарына ресми баспасөз құралдарына хабарландыру жіберілді. Келісімшарттық аумақтық орналасуы. Әкімшілік жағынан кен орны Атырау облысы Жылыой ауданының құрамына кіреді және Атырау қаласының солтүстік шығысқа қарай 290 шақырым жерде орналасқан. Ең жақын теміржол станциялары мен мұнай кен орындары Доссор мен Мақат сәйкесінше батысқа қарай 113 және 97 шақырым жерде орналасқан. Орыс-Қазған кен орны солтүстікке қарай 45 шақырым жерде орналасқан, солтүстік батысқа қарай 20 шақырым жерде Кенбай кен орналасқан. Оңтүстік шығыста 40 мен 40 мұнай кен орны орналасқан. Жыланқабақ кен орнынан ең жақын елді мекені оңтүстікке қарай 27 шақырым жерде орналасқан Истоғай ауылы. Кен орнына байланысты автокөлікпен қара жолдармен жүзеге асырылады. Мінекей Жыланқабақ кен орнынан жақын орналасқан елді мекен орналасу карта схемасы. Мінекей көріп жаңағы көзінде кен орны мінекей жаңағы Истоғай ауылдарының арасы 57 шақырым. Жыланқабақ кен орнынан ең жақын су объектісінің орналасу карта схемасы. Яғни Ембі өзені, кен орны және елу шақырым жерде. Келесі бұл жерде Жыланқабақ кен орнынан Каспий теңізінің орналасу карта схемасы. Арасы 150 шақырым жер. Кен орны Каспий теңізі. Осы 2025-2030 жылдарға арналған Z мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі экологиялық құжат алуға арналған жобалық құжаттар тобына келесі жобалар жатады. 2025-2030 жылдарға рұқсат етілген шығарылатын нормативтер жобасы, 2025-2030 жылдарға қалдықтарды басқару бағдарламасы, 2025-2030 жылдарға өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және 2025-2030 жылдарға қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары. Қоғамдық тыңдау өткізудің негізгі себебі Жылыой ауданындағы Жыланқабақ кен орнындағы ұңғымаларды күрделі жөндеу жобасы. Жоба шеңберінде барлық 34 пайдалану ұңғымасына күрделі жөндеу жүргізу қарастырылған. Оның ішінде 15 ұңғыма 2025 жылы және 19 ұңғыма 2026 жылы. Әрбір күрделі жөндеу операциясы орта есеппен 6 тәулікке созылады. Жұмыстар кезекпен жылжымалы көтеру агрегаттарын пайдалану арқылы және тұрақты инфрақұрылым салынбай жүзеге асырылады. Қосымша жер бөлу талап етілмейді. Жыланқабақ ауданында 2024 жылы ластаушы заттар шығарындыларының 12 көзі анықталды. Олардың 7-і ұйымдастырылған, 5-і ұйымдастырылған. Атмосфераға 18 атаудағы және 4 жиынтық топтағы заттар шығарылады. Есептік деректер мен аспаптық өлшеу нәтижелеріне сәйкес 2024 жылға арналған ластаушы заттар шығарындыларының саны жалпы кәсіпорын бойынша жылына 10,184 тонна құрайды. Оның ішінде қаттысы жылына 1,13 тонна және газ тәрізді және сұйық жылына 10,170 тонна. Ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде автостационарлық көздер бөлінді. Оның ішінде бір ұңғымаға 4 ұйымдастырылған және 2 ұйымдастырылмаған көздері. Атмосфераға 13 атаудағы ластаушы заттар шығарылады. Яғни бір ұңғыма 0,122 тонна, 2025 жылы 15 ұңғымадан 7,177 тонна, 2026 жылы 19 ұңғымадан 9,185 тонна. Сонда барлығы 2 жыл аралығында
17,63 tonna шығарылады. Бұл жаңағы ластаушы, атмосфераға ластаушы заттардың шығарылатын көздері, карта схема, 12 атау. Мұнай газ ұңғымалары объектілерінде мұнай газ ұңғымалары объектілерінде күрделі жөндеу кезінде атмосфералық ауаны ласталуы текелесі көздерден туындайды. Дизель отынының жану өнімдері, және дизель генераторлар, дизель электростанциялары, арнайы техника мен автокөліктерден бөлінетін шығарындылар. Технологиялық жабдықтардан бөлінетін жеңіл күністіктер радиациялар. Ол жабдықтар жаңағы сорғылар, жаңармай материалдарын сақтауға арналған ыдыстар, технологиялық сыйымдылықтар және тағы да басқа. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі 2 және 3 валентті темір оксидтері, марганец және оның қосындылары, 4 валентті азот оксиді, 2 валентті азот оксиді, күйе, күкірт диоксиді, күртсутек, көміртек оксиді, флорлы газ тәріздес қосындылар, бензопирен, 3-4 бензопирен, формальдегид, керосин және алкандар, яғни қарапайым көміртектер. 2026 дәл сол ластаушы заттар және де осы қолданыстағы атмосфераға шығарылған ластаушы заттардың тізбесі. Жалпы 2 жыл аралығында болады. Қалдықтарды жинақтаудың жоспарланған көлемдерінің жиынтық кестесі ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде мұнай шламы, пайдаланған май сіңген шүберек пен қолғаптар, құрылыс қалдықтары, металл сынықтары, қатты тұрмыстық қалдықтар және дәнекерлеу қалдықтары. 2025 жылы өңдеу ұңғымада 282,7 тонна, және 2026 жылы 19 ұңғымадан 357,29 тонна шығарылады. Қолданыстағы қалдықтар жинақтау лимиттері 2025 және 2033 жылдар аралығында қап тұрмыстық қалдықтары жылан тамақ кен орны бойынша 3 тонна жылда. Сумен жабдықтау бойынша жобаланған жұмыстар ауданында тұщы су көздері жоқ, ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктер үшін техникалық және өртке қарсы мақсаттар үшін сумен жабдықтау автоцистерналармен және әкелінетін бөтелкедегі сумен жүзеге асырылады. Арнайы су пайдалану қарастырылмаған. Су бұру ағынды сулары арнайы ыдыстарға жіберіледі, жинақталуына қарай сорылады және келісім шартқа сәйкес мердігер ұйым әкетеді. Жер үсті, жер асты суларына және жер бедеріне су ағызу жоспарланбайды. 2025-2033 жылдар аралығына арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Өндірістік жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылған сулар мен ластанған ағынды суларды жинау және тазалау іс-шараларын орындау. Технологиялық тәртіпті қатаң сақтау, жабдықтарын апаттық тоқтауын азайту. Лай тұндырғыштар мен сүзгіш құрылғыларын орнату, жер үсті және жер асты сулармен мониторингтеу, өндірістік шығарындыларды мониторингтеу бағдарламасын іске асыру. Арнайы техника мен автокөліктен жанар-жағармай материалдарының жерге төгілуіне жол бермеу, жұмыс жүргізілетін аумақта өсіп тұрған өсімдіктерді мақсатсыз жоюға жол бермеу бойынша бақылау, персоналды жануарларды аулауға және бауырмен жорғалаушыларды мақсатсыз жоюға жол бермеу жөнінде нұсқама өткізу, өндірістік экологиялық бақылау жүргізу, қызметкерлердің экологиялық талаптарға сәйкес білім деңгейін арттыру және жалпы аумақты көгалдандыру.
назар аударуларыңызға рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз? Микрофон керек стоя. Естіп жатырсың. Қайырлы күн. Мен Абдысқызы, Жаудан Банк бесіншісінің экология инфрақұрылым коммуникация комиссиясының төрағасы боламын. Халықтың атынан осы қоғамдық тыңдауларға қатысып жүрміз. Енді мынау Жаңақалақ кен орны бұрын мұнайдың мекен жұмыс жасап еді. Сіздер білетін шығарсыздар. Мұнайдың мекен деген 5 жылдай осы жерде жұмыс жасаған. Оның тыңдаулары бұрын Қостанай қаласында өтті. Одан кейін өтпегесін Шоқпанталайға кетті. Бірақ мен ойлаушы едім, территория негізі Ақтөбеге біледі. Ақтөбеге қашан келеді деп, соның Ақтөбеге шығып кетті. Қазіргі уақытта Жаңақалақ кен ең жақын аумақ біздің Ақтөбе кен Ақтөбе ауылы. Енді мен мына жерде бір сұрақ берейін деймін. Жолдыбай кен орны сонда ол қосымша тағы бар ма бұл кен орны сіздерге? Яғни ішінде сізде жүр Жолдыбай кен орны. Ол дегеніңіз? Иә. Гүлнар қызы. Өте дұрыс айттыңыз. Бізде қазір бұл жоба Жыланқабақ және Жолдыбай кен орнына берілген жоба. Бізде жаңа зертханой компаниясында 2 кен орын бар. Бірі Жыланқабақ, екіншісі Жолдыбай кен орны. Қазіргі біз қоғамдық тыңдаудың мақсаты, жоба жасақтаудың мақсаты бұл Жыланқабақ кен орнын қайта игеруді бастау жоспарлануда. Тек жаңағы Жыланқабақ Бірақ Жолдыбай кен орны қосымша аласыздар ма болашақта? Иә, алдағы уақытта біздің жобалар Оған бөлек проект болады ғой. Иә, оған бөлек жоба жасамадық. Проектіде нормативті жобасының ішінде Жолдыбай кен орны көрсетілген. Ал бірақ сіздің проектіңіз Жыланқабақпен келіп тұр. Ал ол негізі кірмеу керек. Жолдыбайға бөлек жасалу керек. қазір бізде жобаланып Жобаланатса, ол алдағы уақытта Жолдыбаймен тағы келесіздер. Солай ма? Иә. Солай ғой, мен түсінім солай. Жолдыбаймен басқаша нормативті жобасында басқа авозды да сонымен жасайсыздар. Проект разработки проекті өткенде сіздің авозыңыз яғни осы жерде ең бірінші сұрағым, сіздер халыққа келе жатырсыздар. Бұл енді не себепті қоғамдық тыңдауды осы уақытта өткізіп жатыр? Біздің президентіміздің өзі халықпен ашықтық жариялық керек деді. Осы уақытта кеңес үкіметі кезінде біздер көзімізді жұмдық. Қазіргі уақытта демократия, халықтың көзі ашылды, қоғамдық тыңдаудың халыққа беретін зиян жоқ бар ма? Инвесторға біз қарсылығымыз жоқ. Инвестиция біздің экономикамызды дамытады және жұмыс орындары ашылады. Біз болашақты жақсы көру солай бір сипаттаймыз, болашағымыз жарқын болу керек деген сияқты. Бірақ та бұл жерде біріншісі жақсы емес қой, экологсыз. Экологияның ең бірінші қандай зияны болғанын сіз жақсы білесіз. Ал біз қаншама өткізіп те жатырмыз шынымен де тыңдауда. Бірақ оның зардабын тартып отырған жағдайлар бар. Енді мына сізге айтамын сөзім осы бетте алдыңғы августта басшылар кешікті, сол себепті біздер тоқтатты, біздің төрағамыз дұрыс шешім болды. Сіздерде ең бірінші мақсат жұмыс жасарда ойлы, халықпен дұрыс уақытында сіздер байланыста болсаңыздар, дұрыс қатынас болса деп сұраймыз. Сол себепті августымыз өтпеді. бірақ енді алдағы уақытта августымыз демалып тағы келетін шығар шатқасып жүрмеді. Енді мені бағанағы Жолдыбай кен орнын айтпақшымын, соған бөлек па деген сияқты. Жолдыбай кен орнын қазір оның неге қатысы жоқ. Иә. Оны проекті де Оған басқарып алу мүмкін. бөлек жоба жасалады. Каспий бағынында? Жоқ. Енді 2024 жылы депті мана ластаушы шығарының көздері шықты дейді. Сіз 24 жылда жұмыс жасадыңыздар ма сонда? Ол ластаушы жылында қайдан шықты? Ол проектный показатель. Тек көрсетіп қойдыңыздар ма? бұл жаңағы неге Сіздер
жауап бере берсін. Иә. Былай ғой, бұл сіз өзіңіз дұрыс айтасыз. Алдында мұнай мекен деген мекеме болған. 2020 жыл соттың шешімімен ол банкрот болып танылған. Бірақ 5 жыл жұмыс жасап бұлай болды. Енді ол басқа мекеме ғой. Бірақ Қазтекоға 2024-тің аяғында мұнай мекен банкрот болып танылғаннан кейін қарыз есебінде Зетмұнайға контракт территориясы өтті. Оны қабылдау биыл майда бітті. Біз оны қабылдап алдық. Қазіргі таңда әр жаңа сіз айтқан месторождениеға бөлек проект разработка жасап отыр. Бөлек отдельно проект разработка болады. Өткенде де келіп кеттік, бірақ енді бір нелер болып қалды, жұмыс үлгермеді. Жолда бір нелер алды, уақытты жете алмады, 45 минут кешіресіздер. Бірақ келдік. Енді былай, бұл жаңа мекеме, ол мұнай мекеме, уже банкрот болып кеткен жаңа мекеме, 100% қазақстандық мекеме. Екі отдельный проект разработка дайындалып жатыр. Біріншісі Жалаңқабақ бойынша, жоқ, пробный емес, проект разработка, кәдімгі проект разработка. Біріншісі проект разработка ертең скринингтен өтті, алош жасау керек дегенді, ол кеше үшінде емес, біз 6-сына ма 7-сіне күні алдық ұстап, алош жасау керек деп. Ол алдын ала тыңдап қойған ғой дұрыстай. Біз енді оның алосын разрабатывать етіп жатыр, оған отдельно халықтың тыңдауына тағы забивать етіп қойды, оның үшін декабрьде болады, құдай қаласа. Оған да келесіз. Енді қараңыз, burada бұл жоба, мысалға бұл в рамках бұл разрешение бар ғой бізде, мұнай мекеме бізге атымызға мекеме бірге өткен рұқсат бар. Бірақ бұл рұқсатта бізге не қарастырылмай қалған кезінде енді месторождениені эксплуатировать ету үшін біз скважиналар деген қазір тұр ғой. Скважиналардың бәріне оларға ремонт жасауымыз керек. Жоқ, бұрында енді олай тастады да кетті ма, ол жерде көрдіңіздер ме? Ол жерде көрді, қалды, ол консервацияға қойылмайды, оны запуск жасаймыз, разработка жасап жатыр, ол тұр. Месторождение бәрі тоқтатылды тұр. Месторождение деген бар. Бірақ енді күйі нашар ма? Оның бәрі қазір сіздерге көрсетеміз қалай болатынын. Енді бармасақ та оның бәрі қалай болатынын қазір айтып түсіндіреміз. Бірінші слайдтан біз тек қазіргі неде осы алдыңғы разрешениеға қосымша Жалаңқабақтың месторождение скважиналарын ремонттауымыз керек. Соған ремонтқа дополнительный источниктер қосып жатыр. Агрегат ремонтирующий бар ғой. Скважиналардың ремонтын бастай беру үшін. Біз бәрі заңды болсын деп, бәрі заңды жолмен келе жатыр. Сонда 25-те 15 сом ма? Осы скважина ремонт. Пока нелерді проект разработчылар толық шықпағанша скважиналарымызды ремонттап, жөндеп, халыққа келтіріп қойғымыз келіп отырғанымыз. Міне, жаңа айтқандай, міне, дополнение номер 10-пен біз 2024-тің аяғында мұнай мекеннен Зетмұнайға өтті декабрьде. Содан ары қарай енді ол контрактпен тек недропользование өтті ғой, ары қарай осы биыл майға дейін бүкіл несін өткізіп біттік. Мынау біз қабылдап алған кездегі түрі месторождениедағы объекттің. Мұнай дайындайтын участок. Мынау артынан бәрін не боламыз. Мынау банкрот болды, тоқтап қалды ғой. Енді банкрот болғасына қарай мынау жататын жерлерінің сол біз қабылдап алған кездегі жайы түрі көрсеңіздер, өздеріңіз қарайсыздар. Мынау сондай столовалар, басқалар түрлері көріп отырсыз қандай болған. Енді біз алғаннан бері Жалаңқабақ кен орнына игеру жобасын дайындап жатыр. Кен орнын жайластыру жобасын әзірлеп жатыр, жаңадан жайластыру үшін. Кен орнын вақталық ғимаратын жөндеуден өтті уже. Жаңа асхана мен кіру жүру ғимараттар қойылды. Міне көресіздер. Мынау біздің пландап отқан новойдан жаңадан осындай схема жасалып, месторождениені жаңадан жайластырып шығарамыз дұрыстап. Бәрі жаңадан жасалады. Міне қазіргі таңда уже біз
столовыйды, жатақханаларын ремонттан өткізіп міне мынандай жағдайға жеткізіп қойдық. Өйткені ең бірінші өзіңіз жаңағыда айтқандай біз өзіміздің жұмысшылардың жағдайын жасауымыз керек. Ертең жұмыс жасаған кезде бастапқы жататын жерлері дұрыс болсын. Иә, бұрынғыны ремонттап жатыр, пристройкасын бәрін жасап жатыр ғой. Жаңадан міне қарап отырсыздар, қандай жағдай жасап қойып жатқанымызға жұмысшыларға ең бірінші өзіміздің жұмысшыларды, өзіміздің жерлестеріміз болғандықтан солардың жағдайы дұрыс болсын деп бәрін осылай жаңадан бірінші жұмысты жұмысшылардың жағдайын жасаудан бастап жатырмық. Мынау столовый, жаңадан столовый алып келіп қазір сонда жұмыс бастап кеттіңіз. жұмыс бастаған жоқ. Біз тазалаумен айналысып жатырмық қой енді. Вахтовый поселогымыз жөнделіп жатыр. жұмыс жасайтында қазір сіздерде? Қазіргі таңда мысалға біз контрактын алғанда бізге контракт бойынша қосымша өзімізге міндет алдық. Біз 3 жылдың ішінде 3 миллион ақш долларын инвестиция жасауға месторождениеға. Сонымен қатар біздің келісімшарт бойынша не қалған? Біз алдындағы жұмысшылардың бәрін, мұнайлы мекеменің жұмысшылардың бәрін өзіміздің штатқа алдық, бәрін толықтай алдық. 18 адам жұмысшылары болды, олардың бәрі без содержанияда жүр уақытша. Біз олардың бәрін қазір жұмысқа қосып, айлықтарын беріп, қосымша 30 адам бар, соның 30-ы Атырау облысының халқы. Соның 8-ы өзінікі. Біз халықтың бәрін через еңбек кейзет арқылы, не арқылы, акиматтар арқылы алып жатырмық. Одан бөлек енді мақсат орталығынан алу керек. Сондай мақсат орталығынан меморандумға отырғызып қазір аз ғой сіздерде жұмыс, бірақ та болашақта жерден осы ауылдан алып мына қазір капремонтқа да жұмысшы табылады ғой негізі. Енді соны бастау үшін бізге біріншіден проектін өткізуіміз керек. Жоқ, сіздер келгенде негізі жоспар ұсыныспен осы жерге келгеннен кейін негізі сіздер айтасыз біздің жұмысымыз басталған жоқ дейсіздер, бірақ ұсыныс берген жақсы да халықтың қазір жұмыссыздық көбейіп жатыр. Әкім де айтатын шығар, осы ауылдық жерлердің балдары жұмыссыз қазір. Одан бөлек біз деген мұнайлы мекеннің 5-6 кезеңдегі кредит топтарының алдында бүкіл қарыз жабылды. Оның ішінде жұмысшылардың қанша жылы айлығы бар, соның бәрі жабу нөл шығарып отырып. Осылай былай қарағанда бар. Біз енді қазір тек керегі осы бүгін общественность жөнінде сіздердің қолдауларыңызды алып шықса, ары қарай келмей жатқан айттыңыз ғой мана. Абзал келмейға сонда сіздер егер жұмыстарыңыздың манағы жұмыс келмей жатқан екен сонда жол қатынасы келмей жақпен кетеді. Ақистоға қатысы болмайды, ешқандай. Жол ол енді мысалға болашақта Бұрғыла басқаларды одан кейін енді не шықса негізгі жол сол жақта. Добрыча шықса, жолымыз сол жаққа бағытталып, сол жаққа қарай кетеді де. Солай да солай тасымалдайсыздар. Болашақта Добрыча. Ақистоға қатысы болмайды. Мен бұл жерде нені айтайын тұрған? Мен бұл жерде не айтайын тұрмын? Сіздердің манағы жұмыс ортасындағы манағы жол қандай жолмен кетеді? Біздерде кен орны, мысалға өздеріне арнайы не жасау, автогрейдер жасау. Енді бұл мекеме бұрыннан болған мекеме ғой. Өзіңіз білесіз, бұрыннан болған өзінің автогрейдер жолы бар. Өзінің жолы бар, өзінің основной жолдан жасалған. Біз ол жолдың бәрін мына нелерден өткеннен кейін жүздеміз тегістеп, жұмыс жобалардың бәрі шыққаннан кейін оның бәрі қарастырылып, мен сізге жаңа көрсеттім ғой, біз проект обустройства месторождения бәрін разрабатывать. Бұл жерде қожалықтар бар ма? Бар. Қанша қожалық бар? Бұл жерде бізге қатысты сол жерде бір 2-3 қожалық бар. Жолға қарай. Сол келесі тыңдалымдарға сол қожалықтар қатысу керек дейді. Олардың айтатын шаруа, бұл жерде мал жайылымдықтар бар. Сол әкімімізге ескертіп жатқан жақын сол жердегі олар енді Шұқпар Тоғайдың нелері болады да. Себебі ол Шұқпар Тоғайға қожалықтар. Олардың да айтатын пікірі бар ма? Мысалға
көмек сұрауы мүмкін кейбір жерлерде. Қыстақтан тағы көмек көшу, мал жайылымдыққа әсері бар ма жоқ па деген сияқты негізі олардың да қатысқаны жөн. Сіздердің ұсынысыңыз бәрі қабылданады. Болады біз ол кісілермен байланыстамыз, бір-бірін білеміз, сол адамдардың несін барып соғып жағдайлар. Енді 24-те манағы нормативтерді немен бойынша жасадыңыздар дедіңіз. Қазір әзірше лимитті көрсетіп қойдыңыздар. Мен қорғау іс-шарасынан енді болашақта манағы жолдың шаң болмауы, жайылымдықты бүлдірмеуі, оған су шашылу керек екендігі, ол енді ППМ-ға кіретін нәрселер ғой. Бұл жаңа проектілерді яғни қарастырылады. Сол бәрін кіргізіп, анық кәдімгі жұмыс жасалу керек деп ойлаймын. Қалай бұл бәрін? Әзірлеме бар ғой, ал ол әзірлемені сол сіздер қамтарыңызға, территорияға егер жасамасаңыздар жақын аймақ ақыстыға жасау. Бірінші негізгі неге екі көреміз? Бірде бір тал жоқ өткен кен орнында қазіргі таңда. Жаңа көрдіңіз ғой, қандай жағдайда қалдырған. Просто ол жерде бүлдіріп кеткен нәрсені біздер мына жақта айтылып келе жатыр ғой, мысалы консервацияға тастағаннан кейін мен келдім ғой тазалауға, осы жерді алып игеру үшін, халыққа бір нәрсе беру үшін деп айтады. Біздер бергіміз келмей қипақтаймыз, ашылған май ағылып, төгіліп жаңағы шашылып жатқан нәрсені жасау үшін келдім дейді. Сол кезде біз айтамыз енді, амал жоқ қой енді, беру керек. Шынында солай. Бірақ енді жұмыссыздық тоқтап тұрған нәрсені қосқымыз келіп отыр. Осы регионға бюджетке ақша түсін. Енді бұл жерде инвестиция бізге ауданға құйылып керек. Сіздердің қазір қайда келіп тұрып, нелеріңіз дауыл? Атырау облысына. Енді біз ауданға инвестициямыз ауданға бөлінсе екен дейміз. Болашақта өзіміз ауданымызға құйса, мына әлеуметтік жағдайымызға көмектесуге мол ықпал тиереді. Соның ішінде өзімізге жақын Аққыстау ауылына көмектесу. Оның бәрін жақсы білесіздер ғой. Мен сұрақтарымды сұрайын. Қазір болады. бірінші сұрақ қойып берейін. Күнде дегенді айтып отыр ғой. Өте туристларға, өткендегі Алпауыт мекеме Қана ауылында турист деген тоқтығы бар. Бізде үш мекеме бар. Біреуі Ташинат, біреуі мектеп, біреуі толықпен аурухана, содай бюджет мекемелері ғой. Оларды санаулы адам ғана жұмысқа алынады. Содан енді бір разғандай 10 түйір адамды жылына бір рет қана мансап әкімнің несімен, сұрауымен, қоқтан деген әр жерде сұрауымен, әр кеткен 20 адам, онда әйелден ер адамға 100 мың теңге зарплата, 100 мың теңге зарплата қазір баланың бір киімінің бір тоқсан теңге жиі алатын, былай қарағанда мен сонымен күні тоқсан қалып мен сіздерге айтып барынша менің қалпыма көмектесіңдер. Жұмыс болса жұмысын тауға, ер азаматтарымыз көп қазір. Енді бұрында 100 мың теңге дегенде мен сенбейтін қой ақша емес деп. Қазір әкімнің өзі отыр, 100 мың теңгені мансаптан кәдімгі таласып барып кіреміз. Жылдың басында жетпей қалады бізге. 100 мың теңге болды. Мысалы мен осы ауылдың тұрғыны болғанмен, мен Құттайда болсам тілім тәртіпті қалыпқа кішкене ауданына барып кіремін. Осы ауылда тұрғанмен ауданның бір мекемесіне барып қыстырып кіремін. Бір адам болса ауылға жұмысқа түседі. Өйткені неге біздің ауылдың халқының жағдайына талап ететін ғой, бәріне келеді. Сосын біздерде мына ауданнан өте алыс мекеме, алыс аудан бізде, ауылымыз оқып келген алыс, Аққыстауға өткен екен. Бізде білесіңдер, біздің климатымыз Ақтөбеге бармайды. Қыста қарын қалың болады, жаңбырымыз көп болады, ауылдың жерде суға кетеміз бір-біріміздің. Мен анаған болсам, анаған бөлімен өзім суға кетіремін, былай айтқанда. Оған мүмкіндігіміз жоқ. Содан басқа. Өйткені ауылымызда оны тартып алатын машина жоқ, бақуымызды құсағын алдаймыз, қазір үйімізден антипсик бар. Сол уақытта бізге көмек берсеңдер. Ол күз айында енді көктем айында келді. Сосын енді бір мәселе біздің мына асфальтымызды көріп тұрсыңдар, бұны қар басып қалады екен, қар толтырады. Оны былтыр мысалы осы жандарымыздағы мекемелер көмектесіп, қыстай көмектескен мекемелер бар. Мәселе ауызсуды қойып қойды. Сол бізге күнде көмектесіп деген емес,
анда да көмектесіп тұрсаң да сол енді айтады ма халқымен аралайтын сат көмек жағдайда жаңағы енді әрқандай қамағымен шүкіршілік етеміз бәріміз де. Осы ауылымызда группа индивидуалистер бар қалай типтеуге таңдап екіншіден қарт ата аналарымыз бар, соларға путчикпен көмектессеңіздер, жұмыстарын жүріп кетіп жатыр. Recording in progress. Бір 5 адам болсын, 10 адам болсын, мекемелеріне барлық мекемеден сұрағасын мен бәрібір мәлік бір маған оны не болмайды, бір екеуінің ретінде маған түседі болса, мен жүрмейатсың, халықтың ретінде может дейін болады. Сондай жағдайларымыз бар, жалпы халқымызға көмектессеңіздер, жұмыспен көмектессеңіздер, қаражатпен көмектессеңіздер, тіпті жаңағыдай пультпен көмектессеңіздер, екеуінің қаржыландыра. Осындай жағдайды сұраймыз. Енді біздің басқа қаржы салынуы өте қар. Құрметті әкім мырза, қадірменді ауыл тұрғындары, есім Қаспақбаев Ғалымжан Қоянбайұлы, осы Атыраудың тумасы, 1983 туған, осы 20 жылдан бірінші мұнай компаниясының қызметшісі, осыларды өңірліктегі біраз өз үлесіміз осы компанияларды көтеруіне қолмен ұстап, аяқтай басында жүріп жасады. Сондай себеппен келіп жатырмыз осында. Алға қойған мақсат көп. Ол қазақта бір жақсы сөз бар ғой, Шәкәрім Құдай берген адамды қору үшін халыққа қызмет етеді. Сол сөзде бір сөзде қайтадан қайыру қауымға келмесін, барында бәрінде тірлікке бермесін. Ғибраталар артынан іс қалдырсаң, шындығы осыны мәңгі келмейді. Осындай сөздің шынына келгенде осындай бір кен орны, қиын кен орны. Оған біздің қазір мықты мамандарды қосып, кейбір институттарда оған мойынсұнбай отырса да, соның бәрі жауапкершілікке тәуекелдің бәрін алып отырмыз. Өзіміздің тәжірибемізді сеніп отырмыз. Жаңа айтқандай, осыдан бөлек жаңа кен орындарының осы басқасында жүрдім мен өзім. Сол жұмыстарды жасадық біраз адамдарға. Одан бөлек қоғам белсенді болып, біраз қызметтер атқардық. Қазақстан Республикасының президентінің алғысын алдық. Бауыржан Момышұлының батыр шапағаты алғысын алдық. Осындай көптеген адамдарға қамқорлық жасасақ, 2024 жылы алтын жүрек дейтін номинация алдық, 2020 жылы еңбек жолы адам деп мемлекеттік деңгейде сондай бір қызметтерге халықпен атқарып жүрдік. Осында келіп, менің де өзім бір осы мүмкіншілік, өзім білгеніме осы жерге салып, біраз адамның жанұясына қамтамасыз етуінде жұмысқа қабылдап, осы жерде барым салып, адамның бір миссиясы болды ғой, сол миссияны орындасам деген ниетпен келдім. Қазір Аллаға шүкір, осы компанияны бастағалы, жаңа айттық қой, біраз жерде жұмыс жасадық, енді условия жоқ, жұмыстың бәрін талай көрдік қой, қиындықты. Бірінші мәрте осы жерде жағдай жасау керек болды. Аллаға шүкір, бастағанымызға азғантай болса да жағдайын жасап отырмыз. Енді бұл жерде көптеген қаражат құйылады ғой, Алла қаласа. Бірінші мақсатымыз осы жерді қосып, мұнайды алып, өзіміздің алға қойған мақсаттарымызды бір міндетті орындауымыз керек та, шығар. Оны қосқаннан кейін мемлекеттің алдында, үкіметтің алдында міндеттеріміз болады әр жерде. Яғни өзіміздің де көмектессем деген, соған жетіп алсақ деген арманымыз бар ғой, ойымыз ең бастысы. Ол шынымен тәуекел. Ол тәуекел. Енді жан-жақты тынбай еңбек етіп соны жоспарлап отырмыз. Алла көрсет, ақшаны қалай болатынын. Ең бастысы абырой берсін, осы жерде қоссақ, ойлаймын, қосып жүзеге асырып жіберсек, біраз адамға да жұмыс болады, біраз көмек қолдарында созылатын мүмкіншілік туындайды деп ойлаймын. Қазірдің өзінде жаңа айтқан 18 адамның толық қайтадан жұмысқа қамтыдық. Кеше 28-інде де осы Құлсарыда жұмысшы мамандықтарында жәрмеңке болды. Сол жерде біраз адамдар, қазіргі келген адамдардың әр адамның жұмысшының өзін өткізіп жатыр совещание. Және келіп жатқан адамдар барлығы да сөйтіп кіріп жатыр жұмысқа. Кірген адамдарда енді көп адамдар қарап отыр. Енді қазір кен орны азамат адаммен болғасын біздер мамандықтарды қарап отырмыз. Жақсы мамандықтар болса, профессионал болса, не болмаса алып кетеді дейтін. Әр адаммен сөйлескенде түйіндемесіне басқа болмай, алғырлығы болады, тапқырлығы болады, сөзбен сұрақ қойғанда көзінен от жанып тұрған, жұлқынып тұрған адамдар болады, мүмкіншілігі болмай тұрған. Сондай адамдар да келіп жатыр.
Бана сіз айтқандағыдай мырзамен түйіндемелер берсеңіздер, негізі еңбек кезінде тіркетіп барып келгендер дұрыс па, сіздер сөйтіп беріп жатырсыздар. Сөйтіп қарастырсақ, алдағы уақытта жұмыс орындары жаңа қарағанда соларды қарайды да, бірінші өткізейік бәрін. Жәрмеңкеде вакансия сізге ашылып, сол жерден алдыңыз. Иә, сөйтіп, қазір Қарақолдан алдық. Даже кейбір адамдар кейбір мамандықтар табылмай жатыр. Шынымен. Машинист өткенде біз көп іздедік. Машинист мысалы апрель ертең күндер жөнінде өткізсек, заранее қарай береді деп соны қарастырып жатыр. Машинист апрель мысалы. Станок көтеруші операторлар бар ғой, техниканы. Сондайларда алдағы уақытта сондай лауазымға лайықты түйіндемелер болса, мейлінше әкеліңіздер қарай өткізейік совещание. Мен өзім біраз мұнай саласында жұмыс жасағанмын. Бүткіл мұнай саласында біраз қызметтер жасап шықтым, жақсы түсінемін бәрімен. Жақсы сөйлесіп, адамның ішкі жан қабілетін бәрін атқаратындай қабілетіміз бар қазір. Сол енді бағана айтқанда адамның миссиясы болады ғой, өмірде болған алдағы не істей аламын бұл өмірде, не жасай аламын деп. Осы жерде бір 10 адамды жандырып, солардың болашағын ашып, соларды маман болып шығарып, халыққа қызмет еткізгендей бір нәрсе жасай алсам, ол да менің миссиямның орындалғанын білемін. Жаңа сіз Гүлмира ханым жақсы айтып отырсыз. Көптеген іс-шаралар бар, көптеген қамқор жандарға, мұқтаждықтарға көмектесетіндер, жасайтындар. Оның бәрін айта бермейміз, бірақ бір күні өзі ретімен келіп, сондай бір ұсыныстармен сол президенттің де алғыс хаттарын алып, мына жерге келіп, осыны бастауында себебі мен жалпы осы соңғы 2 жылда жалпы қоғамдық қорлармен, қайырымдылық қорлармен, Рауан қайырымдылық қоры бар, санаулық бақ дейтін бағдарлама бар. Қазіргі сол жерде бір кәсіпкерлермен бірге жұмыс жасап, біраз ауылдағы көзінен оты өшіп қалған балдарды достыққа өткізіп, соның 100% оқуға түсіп кетіп отыр. Соның 90% грантқа түсіп кетті. Олардың мұғалімдікке оқып, елге қызмет жасайтын біраз шәкірттер бар, мысалы көптеген жақсы жігіттер, қыздар бар. Солармен бәріміз атсалысып жүрміз. Жалпы арман, мақсат сол. Жақсы айтасыз. Бізде сондайға тал егу, мен өзім пандемияның кезінде Атырау өңірінде 3000-нан асқан жеміс ағашын еккенмін. Өкінішке орай былтыр алдыңғы жыл су келгенде біраз кетіп қалды суға, біраз толықтай кетіп қалды. Соның сол комиссия келгенде мынандай тал облыста егіледі деп ешкім ойлаған жоқпыз. Ол енді бір уақыты келеді, сол кезде көрсетемін деген жүрген, әдемет шығарамын деген. Қазір шетелден жан-жақтан келген фруктын жеп уланып бітті ғой жастар. Соның бір арман болды, сондай қылып жасайын деген, ол да болмай қалды. Сондықтан амалсыздан мұнай саласына келу керек болды, себебі бұл жерде мүмкіншілік көп, алдағы уақытта мұқтаж жандарға басқасына көмектесетін. Сондай нәрсемен, сондай оймен келіп жатыр бұл жерге. Сол бана жеміс ағаштарына бір қалды, бір 100 ағаштай ма жеміс беріп тұрған. Алла қаласа ол кетті ол басты. Соны мақсат құрып отырмыз осы көзде, соның бәрін қазіргі келіп отырған егіп, соны бастап кетеміз деген. Қазір мүмкіншілігінше шығынды өндірісті қоспай, өнімді шығармай, ақша келуді қиын болды. Сондықтан мейлінше осы жерде біздің кәсіби шеберлігімізді танытып, каждый нәрсені қарап отырмыз. Алла қаласа енді артық айтпай ақ қой. Қолдан келсе, үлкен жетістіктер жетеміз деген ой бар. Қосып бәрі жақсы болса ойлаймын, бәрі жақсы болады ғой. Сол айтайын. Туып өскен жерім осы жер Атырауда 9 баланың бірімін, көп балалы ата-анамыз. Қалай қиыншылықты көрдік, қалай нені көрдік. Әрбір адамның ішкі жан дүниесін не айтып тұрғанын да, қалай қамқорлық, мұқтаждықтан бәрін сезетін қабілетіміз бар. Көреміз бәрі. Алла қаласа. Басқа сұрақ болсаңыз, енді Ғаликен кешеде сөйлестік қой, осы жөнінде. Ең алдымен тұрғындар жұмысқа қамту. Ең бірінші сізге ұсыныс, керек мамандық болса, ең бірінші біздер қарастырсаңыздар. Нағыз біз тауып бере алмайсақ, онда Құлай ауданынан, одан тауып берсек, Атырау облысына қарайсыздар ғой. Район кешеде көріп отырсыздар,
алтыншы мектептен неге қатысты да Жармекеде. Жармеке команда қатысыңыздар рахмет оған. Сол енді осы манағыдай ауыл тұрғындарының бір жұмысына қатысаңыздар. Дұрыс болады. Басқа сұрақ ұсыныстар болмаса. Бізде сайтта тұр ғой жаңағы мамандықтардың тізімі деген. Бізде де сайт көп ешкім қарай бермейді тұрғындар. Бізге беріп қойсаңыздар біз ол баға ол тұрғынға жіберіп сол бойынша деп қараймыз. Бізге де жақсы да осы жерде мамандар болған. Бізге де бір алдарыңызға келгенде бір басымыз көтеретіндей болады да. Шынында келгенде осы адамдар осы жердің адамдары. Уақыт қой, уақыттар 14 күн бізде. Бақытметовпен мына асхана қызметкерлері сондайлар мысалы. Асхана қызметкерлері бізде мердігер компания, олармен де сөйлесуге болады. Мердігер мекеме ғой, олар. Жоқ, оларға да жақсы мамандық болса, оларға да ұсыныс жасап болады бізге. Бірнеше тоже тамақтанудар бар, бірнеше мекемелер бар. Осы өңірдегі тамақпен қамтамасыз еткен компаниялар. Техникалық суды қайдан қатынайсыздар? Қазір Доссордан алып отырмыз. Не бар? Компаниялар, несі бар? Неде мұнай шламдарын қайда келісімшарт ондайлар айтып отырған жоқ, мұнай шламдары. Мұнай шлам бана нелер бар ғой. Жоқ, мұнай шлам әлі отырған жоқ бұл. жоба шығу керек ол үшін. Оған енді біздер экотехникс деген мекемеге тапсыруға қарсылық білдіреміз. Экотехникс Осары қаласы полигонға айналамыз экотехникасының штамы. Қазір осы ауданымызға қарай тапсыруға қарсымыз біздер. Біздерде мына не бар ғой? Бесқала мына жақтағы теңгезе қарай. Төрт болады? Сен білесің ғой экотехникасының жағдайын? Білемін. Біз сол полигонды сол полигон қарсымыз, мысалы шлам төгуге, солай қарай тасымалдауға. Сондай келісімшартты, сондай мекемелермен отырсаңыздар. Әзір жасаған жоқпыз, қазір болса не болады? Рахмет. Ойылсында қоғам тыңдауда аяқтайық. Ойылсы қоғамды өтіре жетпейміз. Августарыңыз қашан болады? 10-шы декабрьде қоғамдық тыңдау өтеді. Зуммен қатысқанда сұрақ жоқ па? Онлайн қатысушылар қандай жоқ? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса. Онлайн қатысушылар сұрақ жоқ қой, онда сұрақ болмаса? Ондай сұрақ болмаса, бұл қоғам тыңдауда онда... Бірінші категориясыздар, кешірім сұраймын. Бірінші категория. Департамент экология кірді ма? Кірді. Қазір жоқ қой олар. Бағана үзіліп кеткеннен кейін қайтып кіре алмаған сияқты. Қайтып, департамент экология хабарланды бұл. Бір ғана сұрақ. Қазір айтып жіберейін. Хабарланғанын білем, ол кісілер деген қоғам тыңдауға қатысуға міндетті ғой, бірінші категория болғасын. Просто сіздер зумды келесіздер, зумды беспрерывный алыңыздар. Мынау жаңа үзіліп кетті, сосын қосыла алмай қалған шығар. Заказчики. Қабылданды. Ага. Қазір айтып жіберейін. Регистрациядан қараңызшы, департамент экологиядан кім қатысқан, кірген жоқпыз дейді олар. Біздер оларға не жібердік қой, ссылкаларын барлығын, письмо приглашение жіберілді ғой. Телефон соғып қосып тұру керек еді ғой, звондап айтып. Қазір департамент экология қатысқан жоқ, көп үшін доклад оқыдыңыздар. Енді доклад жергілікті осы қатысушыларға, осы онлайн қатысушыларға оқылып жатыр ғой. Ал оларға письмо приглашение жіберілді. Және де видеосы бірге салынады ғой. Сол видеодан көру керек.
Бұл экология департаментіне құжаттар жолданды, біздер олар ескерту хаты жолданды, проект қазір департамент экологияда жатыр. Заң бойынша біздер департамент экология хаттама беруіміз керекпіз. А біз аға мен оны түсініп тұрмын, что сіздер разрешение сол бірінші категория сол уполномоченный органы алатындарыңызды. Но сіз білесіз ғой, правилаға сәйкес требование правилада, что бірінші категория қатысу керек. Жаңа слушаниенің басында біз сұрадық, департамент бар ма деп. Сол кезде қостыру керек еді звонды. Департамент экологии оларда экспертиза қарап жатқаннан кейін олар письмо приглашение жіберілгендіктен олар өздері кіруі керек қой. Бірақ айтылды, бірақ олар өздері кірмесе енді видео арқылы қарай алады ғой, осы өткендігін. Және протоколмен енді растаймыз ғой. Естіліп жатырмын. Естіліп тұрмайсыздар. Я басқа сұрақтар болмаса Естілдім, мен оның бәрін түсініп тұрмын, бірақ правиланы қараңыз, правиланың требованиясы сондай. Менде басқа айтарым жоқ. Я қабылданды. Онда Болды, иә. аяқтаймыз. Қана айттым енді, өте де есептейміз. Оян болса қатысқанда көп рахмет. Барлықтарыңызға рахмет.